қазақ халқының әдет ғұрпын, салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын дәріптей келе, атыраулық жерлестерімізді қолдау мақсатында осы үндеуді барша жұртшылыққа жария етеміз. Біз Жусан гуманитарлық операциясымен өз атамекенімізге аман-есен оралған Орал қаласының қыздарымыз. Мемлекетіміздің басты құндылығы адам дейтін болсақ, тыныштық пен бейбітшілікті тастап, өрт соғысы мен адам тағдыры талқыға түскен кезде өз қателігімізді түсіндік. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Аз уақыт ішінде кәсіп меңгеріп еңбек етіп, қоғамдық ортаға бейімделуімізге жағдай жасалған кезде жұмақтың төрі туған топырақта екенін бірақ ұғындым. Туған жердің қадір қасиетін жат мекенге жансақ қадам басып, орны толмас өкінішке ұрынғаннан кейін түсіндім. Адасудың айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң, адастық, қайта жол таптық. Соған мүмкіндік берген елімен ел басына мың алғыс. Біздің жаңылысқан қадамымызды кешіріп, туған жердің қасиетін, жусан исін, туған елдің қадырын ұғымдырған елімнің барына шүкір етемін. Қазақ еліне қауіп төндірген діни экстремизм мен терроризмге қарсымыз. Осы эстафетаны Ақтөбе облысы мен Қарағанды облысының Жусан операциясымен елге алған қыздарына жолдаймыз.